Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кәрісше дайындалған брокколидің рецептімен бөлісемін. Каналыма қазір тіркеліп қойыңыз, себебі түрлі ыстық тағамдардың, салаттардың, түр-түрі тәттілердің, тегін мастер-класстардың барлығы бар, және де видеоны соңына дейін тамашалайық. Ендеше алдымен бізге керегі ол брокколи, және де кристаллик керек, тұз керек, қант керек, кунжут керек, жасыл пияз, болгар бұрышы және де уксус керек. Бұл жерде брокколидің салмағы тамырын есептегенде бірге 500 грамм, ал егер жоғарғы жағын кесіп алғанда шамамен 300 граммдай брокколи керек болады. Және де осылай жоғарғы жақтарын кесіп дайындалып аламыз. Өте ұсақтап кеспеңіз. Шамамен қандай көлемде кесілу керек екенін қазір көрсетемін. Осы үлкен бөліктерді шамамен 3-4-ке бөлеміз. Мысалы, міне дәл осындай бөліктерге барлық брокколиді кесіп бөліп шығамыз. Енді осы дайындап алған брокколимізді қайнап тұрған суға тұз салып, 4 минуттай пісіріп аламыз. Суыңыз міндетті түрде алдын ала қайнап тұру керек. Салқын суға салып, брокколимен бірге қайнатпаңыз. Және де шамалы суға тұз қосып 4 минуттай пісіріп аламыз. Оған дейін, біздің брокколи піскенше дейін болгар бұрышын, бұл жерде кішкентай көлемде бір болгар бұрышы жетеді. Осындай жіп-жіңішке ұзыншалап кесіп дайындап аламыз. Біздің брокколи да пісті. Піскеннен кейін өте салқын суға, жай ғана салқын емес, андай мұз қосылған суға да салсаңыз болады. Дәл осылай ыстық судан алып, бірден мұздай суға саламыз. Сол кезде сіздің брокколи түсі жап-жасыл болады және де жеген кезде қытырлап тұрады. Осылай өте салқын суда 1-2 минуттай ұстаймыз. Содан кейін құрғатып аламыз. Міне біздің брокколиміздің барлығын құрғатып алдық. Құрғатып дегенде тіпті кептіріп керек емес, жай ғана суын сорықтырсаңыз жетеді. Енді осы брокколидің үстіне біздің туралған болгар бұрышын саламыз. Бұл жерде қызылын, жасылын, сарысын өзіңіз білесіз, қандайын қоссаңыз да. Енді осының үстіне біздің тұзымызды барлық жеріне жететіндей етіп сеуіп шығамыз. Тұзды қайталап айтам, дәл ортасына сала салмаймыз, барлық жеріне саламыз. Енді біздің кристаллик, оны да осылай сеуіп шығамыз. Бұны қосу міндетті емес, бірақ қоссаңыз дәмі ерекше болады. Енді қантымызды да үстіне сеуіп шығамыз. Қант әрқашан тұздан 2-2,5 есеге көп болу керек. Одан сіздің салатыңыз тәтті болып кетпейді. Керісінше уксуспен араласып, дәмі өте керемет болады. Енді біздің уксусымыздың да жарты шай қасық қосамыз. Жарты шай қасықтан көбірек, тіпті 1 шай қасық қоссаңыз да артық болмайды. Уксусты да осылай барлық жеріне тамшылатып, енді осыны барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және осы араласқан күйінде біздің брокколи 8-9 сағаттай, тіпті кешке жасап, таңертеңге дейін холодильникте қойып қойсаңыз өте жақсы болады. Содан кейін барып үстіне көк пиязын кунжутымен араластырамыз. Міне біздің брокколи 1 түн холодильникте тұрды. Енді оның үстіне жасыл пиязымызды қосамыз және де кунжутты қосып араластырамыз. Бұл жерде осындай ақ кунжутты сіз құрғақ табада қыздырып, кішкене қоңырайтып алсаңыз, дәмі одан да ерекше болады. Менде кунжут шамалы аз болып қалды.
сонда да қоса беремін, және де әдемілік үшін оған содан кейін қара кунжутты да араластырамын. Міне біздің кәрісше дайындалған брокколиіміз дайын. Дәмі енді өте керемет, жасап көріңіздер. Бұны салат ретінде де немесе жеңіл тағам ретінде де жесеңіз керемет. Енді осылай бұл рецепт бойынша шамамен осындай үлкенірек тарелкадан бір тарелка шығады. Бетіне әдемілік үшін ақ кунжут менде бітіп қалғандықтан осындай қара кунжутты сеуіп қоямыз. Ерекше әдемілік береді және дәмі де ерекше болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.